сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 28 сабақ. Сабақты соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сабақта барлық жауаптар бар. Ендеше 28 тапсырма 35 жаттығу мәтінді тыңда. Жақсы мен жаман. Дихан атысқа бір түп гүл әкеліп отырғызды. Гүл күннен күнге тамыр жайып, гулеп өсе берді. Бір күні әй сен көп асқақтама, әлі өмірге келгеніңде өкінетін боласың деген дауысқа жалт қараса, төменде ұсқынсыз тырбық шөп басын қылтитып тұр екен. Гүлдің көңілі ортайып солып сарғая бастады. Амалсыз жанындағы өзінен жасы үлкен гүлге басын сүйеді. Жабырқама, сабыр ет деп жұбатты ол. Адамдар оны арамшөп деп атайды. Одан әлі құтыламыз. Жамандардың өмірі қашанда қысқа, жақсы сөз жарым ырыс деген ғой. Үлкен гүлдің айтқаны рас болды. Ертеңіне адам келді де арамшөпті тамырымен бірге жұлып тастады. Гүл қайтадан құлпырып өсті. Көп сырды ұқты. Өмірде жақсылар да, жамандар да бар екен. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтін мазмұны бойынша бір-бірімен пікірлес делінген. Жалпы бізде мәтін жақсы мен жаман туралы айтылған. Қараңыздар, жақсы деп отырғанымыз ол гүлге көңіл-күй сыйлау, жақсы сөздер айту, оған ала қоятын мақсаттарын, оған қайта құлпыратынын айту. Ал жамандық дегеніміз гүлге жаман сөздер айтып, оның өспейтінін, қайта құлпырмайтынын айтып, оны жаманшылық шақырып, ол гүл не істейді? Солып қалады. Сондықтан да жақсы сөздер айтып, жақсы сөз жарым ырыс деген мына жерде мақалда жазылған екен. Сол сияқты тек жақсылық жасап, жақсы сөздер айтып жүрейік, балалар. Келесі бізде 36 жаттығу мақалды көркем жаз. Ащыны білмеген тәттіні де білмейді. Мақалдың мазмұнын қалай түсінгеніңді айт деген. Бұл жерде бізде ащы деген тек қана тамаққа емес, өмірге де байланысты. Мысалға, сіздің өмірлерің, кейбіреулердің өмірлері ащы, немесе кейбіреудің өмірі тәтті балдай болуы мүмкін. Сондықтан да тәтті өмір болу үшін сіздер сабақтарыңызды тек қана 5-ке оқып, жақсы жағынан жүрсеңіздер, сіздердің өмірлеріңіз тәтті болады. Келесі бізде 37 жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Аспаз борщ пісірді. Тісті күніне 2 рет щеткамен тазалау керек. Бұл жерде бізде аяғы бар ч жазатын боламыз. Келесі шығармашылық үзіліс. Құрамында ч, ш дыбыстары бар сөздер тауып айт. Ч дыбысы бар сөздерді себетке, ч дыбысы бар сөздерді жәшікке орналастыр делінген. Қараңыздар енді, біздер себетке чукча, чача сөздерін енгіземіз, ал коробкаға ащы сөзін енгізетін боламыз. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналымызды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар, балалар.